Сәлем достар, сіздермен бірге мен Жайдархан. Бүгін мен сіздерге Неоспоримый 3 фильмін айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл бізге видеоны жасауға шабыт береді. Фильмнің басында Россияның Черная холмы деген түрмесінде Юрий Бойко есімді жігіт жазасын өтеп жатқан болатын. Ол кезінде түрмедегі ережесіз жекпе-жектің хас шебері болатын. Ол бір жекпе-жегінде қарсыласы оның аяғын сындырып тастаған болатын. Сондықтан оны төбелеске жарамсыз деді. Сол сәттен кейін ол ешкімге керек болмай қалды. Тіптен еден жуушы болып қалды. Бірақ Бойко намысқа тырысып, бұл түрмеде тек өзі чемпион екенін барлығына дәлелдегісі келеді. Кейін жуырда жекпе-жектен турнир болатынын және де ол жерде жеңген адам бостандыққа шығатынын естиді. Бірақ турнир бітуге жақын қалған болатын. Ол жерде барлығын Зайков дейтін жаңа чемпион ұтып келе жатқан болатын. Осыдан кейін Бойко бұл турнирде жаңа чемпион Зайковты орнына қойып, жеңген адам бостандыққа шығады деген үмітін бар күшімен сөндіргісі келетінін айтады. Бойко, вам отказано в помиловании. Вы не сможете просить о помиловании еще как минимум 15 лет. Жеңімпаз еркіндікке шығатын болады. За свободу. Жеңімпаз Зайков. Мен тұрғанда сен чемпион емессің. Жоқ. Менің төбелескім келеді. Маған төбелесуге мүмкіндік беріңдер. Гага Бойкоға бірге бір шығуға мүмкіндік береді. Победитель Бойко. Осы жеңісінен соң фильмнің нақты сюжеті басталады. Бойконы Грузиядағы Гаргон түрмесіне алып кетеді. Әлемнің түкпір-түкпірінен қанды жекпе-жек сайысының жанкүйерлері Тбилисидің Делюкс отеліне жинала бастайды. Және осы жекпе-жек үшін үлкен сомадағы ақшалар тігіледі. Олармен қатар шенділер мен мафиозниктер ұтыс қояды. Жекпе-жекке қатысатын қылмыскерлердің араларынан өздеріне таңдап алады. Северная Корея. Убийство. Андрю Крайч. Петрос Маврос. Тюрьма особого режима Коридалус. Жан Дюпон. Тюрьма Лебуме, Марсель, Франция. Юрий Бойко. Черные холмы, Россия. Убийство первой степени. Андрагос Силва. Тюрьма Данилу, Сан-Паулу, Бразилия. Турбо. Ну, можете звать меня мистер Джонс. Клиротер, Иллинойс, США. Рауль Киньонес. Я из Колумбии. Приветствую вас у себя. Ал енді осы 8 қылмыскердің ішінен тек біреуі қана жеңсе бостандыққа шығады. Келесі күні оларды карьерге жұмыс істету үшін алып келеді. Барлығына бұл ұнамайды, әсіресе қара нәсілді Турбоға. Эй, вы! Что мы за хренью занимаемся? Пусть они работают, а я боец. Дерьмо это все. Бір сәтте ол сөзбен Бойкоға тисе бастайды. Оның сөзі Бойконың қытығына тиеді. Егерде бұл жерде күзетшілер болмағанда екеуі бір-бірімен төбелесіп кетер еді. Начистить тебе морду и надрать задницу здесь и сейчас. А ну стоять! Будете драться на ринге. Дәл сол сәтте Турбо бір қылмыскерді аяқты көсіліп сап, демалып кітап оқып отқанын көреді. Ал басқа қылмыскерлер жұмыс жасап жатыр. Из вас захочет потренироваться перед первым боем. У вас есть 1 час. Және әрбір қылмыскер турнирге жаттығуға кіріседі. Ал сол уақытта Доллар атты қылмыскер салқын бөлмеде жайбарақат демалып отқан болатын. Сол мезетте түрменің бастығы оған допинг береді. Барлығы ертеңгі болатын жекпе-жекке дайындалып жатыр. Ал Доллар болса допингті қолданып өзін сынақтан өткізіп көреді. Сөйтіп ең алғашқы жекпе-жектің кеші болады. Барлығы ұтыстарын тігіп жатыр. Алғашқы жекпе-жек. Бразилия, Греция. Мына жігіт жақсы қылады ғой. Стоп! Назад! Победитель! Ладно, смотри. Гага, енді қарашы, менікі шығар. Тек көңіліңді түсірме. Көзің қыш. Турбо! И представитель Хорватии Андрю Крайч.
Екінші жекпе-жекте американдық өзінің қарсыласын ойсырата жеңіп келесі айланымға өтеді. Және де осыдан кейін Бойка алаңға шығады. Жарайсың, осылай. Бойка из России. Это твой Мына парень. шыбық сенікі ме? Да. Иә. Победитель! Победитель Бойко! Не болды. Сәбіз Ешь дейсің бе? морковку. Рауль Киньонес. Ты слышал об этом колумбийском уроде? Говорят, он фаворит турнира. Рауль Киньонес алаңға шығып шоу жасайды. Ол ешқандай ауыртпашылықты сезбей қарсыласын допингтің көмегімен сойқан соққымен сұлатып түсіреді. Солайша ол да келесі айналымға өтеді. Для всех вас игра окончена. Забудьте о свободе. Жеңілгендерді тұтқындап фургонға отырғызып, оларды келген түрмелеріне қайтадан апару керек болған. Бірақ жолда не істегеніне қараңыздар. Конвоиры заберут вас здесь. С катертью дорожка. Келесі күні жұмыста Турбо тағы да Бойканың шамына тиеді. Бірақ осы жолы төбелеспен аяқталады. Знаешь, что я сделаю, когда я доберусь до этой жопы? Заткни уже свой грёбаный хавальник. Ей, орыс, менің сүйгім кеп тұр. Мне нужно посрать. Одан да саған асылып қалған дұрыс шығар. Да пошел. Кетшей. Нет, мы не будем ждать. Мы хотим видеть наших клиентов. Кейін төбелескіштерге олардың бастықтары келіп сөйлеседі. Сосын оларға күнде қалай жұмыс істеткіздіріп жүргенін айтады. Это ты меня подставил? О чем ты говоришь? О том, что нас заставляют колотить киркой по камням. Лживые членососы. Осыдан кейін олар түрменің бастығына не болып жатқанын сұрауға барады. Ты ублюдок. Какого хрена ты делаешь? Вы, наверное, знакомы с мистером Ризу. Дәл сол сәтте оларға мықты бизнесмен оларға қалай мол ақша табудың жолын айтады. Оларға барлығын қойып, тек колумбиялық долларға бар ақшасын тігу керек екенін айтады. Және 100% соның жеңуіне сену керек екенін айтады. Свои карманы наизнанку, но поставьте все на колумбийцев. А как же наши бойцы? Да пошли они. Да пошли они. Кейін турнирге қатысатын қылмыскерлердің барлығын тек қара жұмыс істетеді, тек доллардан басқасын. Доллар бұл уақытта допинг қолданып жатқан болатын. Кейінірек Бойка мен Турбо оларды алдап жүрген және оларға сенуге болмайтынын түсінеді. Сөйтіп олар бірлесіп жұмыс жасап, оларға қарсы тұруды шешеді. Возможно, получится все изменить. Можно рассматривать это как работу, а можно как тренировку. 7, 8, 9. Осыдан кейін олар сәлде болсын достар сияқты бола бастайды. Және бірлесіп жұмыс жасай бастайды. Қазір осы фильмнің басты фразасы болып саналатын фразаны тыңдайсыз. Менің бойымда ерекше дарым. Мен әлемдегі ең мықты боецпін. Онда маған сені айыруға шанс жоқ деші. Келесі жекпе-жектің күні Гага 30-қа ақша тігеді. Өйткені бұл жерде тек бразилиялықты бір адам ғана жеңу керек болған. Ол Бойка. Бойка Турбоның кеңесін тыңдап, емдік шөпті езіп тізесіне жағады. Ал міне келесі жекпе-жек басталуда. Бойка жеңіп шығады және жеңілген бразилиялықты атып тастайды. Бизнесмен Бойканың күштілігінен қорқа бастайды. Себебі ол колумбиялыққа зиян келтіруі мүмкін деп ойлап бастайды. Твои методы недостаточно эффективны. Американдықты түрме бастығы шақырып алып, күзетшілермен бірге емізіп тастайды. Говорят, вы любовники. Я тебя урою. В камеру его. Бойка жаттығып жатқан кезінде оған доллар келеді. Бұл олардың алғашқы сөйлесуі болады. Когда я сидел в яме, слышал много историй о Юрии Бойко. Говорят, что теперь Бойко – раненая лошадь. Он чемпион туалетов. Кем будешь ты, когда я выбью из тебя все дерьмо?
Постарайся хорошенько поразвлечься со своим американским любовником. Бұл сөздер Бойканың намысына тиеді. Оның сөздерінен кейін ол жеңіске ұмтылысы артып көп жаттығады. Наработай их. Ты хорошо знаешь лес. Турбо қашудан көрі төбелескісі келеді. Бірақ егер ол жеңілсе, оны өлтіріп тастайтынын әлі білмейді. Я проиграю, то вернусь домой. Домой никто не вернется. Уж точно не отсюда. Шалдың сөзінен кейін Турбода ешбір мүмкіндігі жоғын түсінеді де қашуға талпынады. Ал Бойка оған көмектеседі. Бойка оның аяғындағы шынжырды сындырып көрмекші болады, бірақ бұл ойы жүзеге аспайды. Тек күзетші байқап қояды. Олар төбелесіп, Бойка күзетшіден кілтті алып Турбоны босатады. Ал Турбо қашып кетеді. Оған сол жердегі тұтқындар көмектеседі. Дәл сол кезде Бойканы күзетші ұрып талдырып тастайды. Я хочу поговорить с Гагой. Ему нужны его деньги. А его деньги — это я. Я сделал новую ставку, Бойка. Прости, друг. Ты Иуда. Ладно, хорошо. Да, я Иуда. Ал міне ең басты турнирге де келіп жеттік. Егер бұдан жеңген адам бостандыққа шығады. Бойка долларға қарсы. Доллар Бойканың аяғы сынған екенін біліп, оны оп-оңай жеңіп тастайтынына сенімдеді. Ал соңғы жекпе-жек басталды. Басында екеуі де жақсы төбелеседі. Кейін доллар оның аяғынан ұстап алып сындыруға кіріседі. Кейін сол сәтте доллардың соққысынан Бойка рингтан шып кетеді. Барлығы Бойканың жеңілді деп ойлайды. Бірақ рефер санай бастайды. Бойка жерден еден жуғыш шүберекті көреді. Импровизируй, адаптируйся, преодолевай. Ол аяғын шүберекпен таңып тізеге тұрады. Давай, Бойка. Браво. Тұтқындардың барлығы Бойкаға қолдау көрсете бастайды. Ал Бойка долларды ауыр соққылардың астына алады. Черт! Все кончено. И победитель Бойка из России. Жеңісінен соң Бойка киім ауыстыратын бөлмеде түрменің бастығымен кезігеді. Және түрмеде бастығы оған жеңбегені және түрмеде бостандыққа шыға алмайтынын хабарлайды. Өйткені ол Турбоны түрмеден қашуға көмектескен болатын. Боюсь, у нас проблема. Один человек получает свободу. Бойка оның сөзіне келісіп былай дейді. Я сделал то, что должен был. Мне плевать, где я окажусь теперь. Сонан соң Бойканы атып өлтіру үшін алып келеді. Түрменің бастығы тапанша беруін сұрайды. Сөйтіп атуға ұмтыла бергенде ол күтпеген жағдай орын алады. Турбо Бойканы құтқарып қалады. Солайша оны Гага отқа мәшинеге алып келеді. Хорошо. Гага Бойкаға 30-тан тіккен ақшасын береді. Я поставил на тебя все деньги. Ты же меня знаешь, что со здоровой ногой, с больной ногой, без ноги. Ты все еще лучший боец в мире. Осылайша көлікті тоқтатып, Бойка мен Турбо қоштасады.